періштелердің өзі қажекелер үнемі Құдайды еске алатын, дұға қылатын, зікір қылатын, Құран оқитын адамдардың дауысын жаттап алады екен ғой. И солар дұға қылған кезде прямой Құдайға жеткізіп отырады екен. Раббымыз ана сен пендең күнделікті не қылып жатыр, не қылып жатыр екен, не қылмаймыз ба деп Аллаға жеткізіп отырады екен. Ана қараңыздар, ой Алла-ай. Негізі ең әдемі қиссалардың бірі Құрандағы Юсуптың қиссасынан кейін, Юсуп алейхиссаламның, Юнустың қиссасы ғой. Енді әрқайсының өзінің бір әдемілігі бар. Бірақ мынау біздің өмірімізде өте көп кездеседі қажекелер. Қазір айтам не кездеседі. Дауысын естіді, үш қараңғы естіді. Сөйтті де қараңыздар. Ана Юнус пайғамбар ішетін ас жоқ, жейтін су жоқ. 3 күн бойы киттің асқазанында жатпай тұрмай не істей берді. Ла илаха илля анта субханака инни кунту миназ залимин. Ла илаха илля анта субханака инни кунту миназ. 3 күн бір хабарда бір апта дейді. Басқа бір хабарда 40 күн жатқан дейді киттің ішінде. Басқа әлем судың асты қысым миыңды жарып жібереді. Әшейін кішкентай ана бассейннің астына қарай бүйтіп барған кезде бар ғой, басың атылып кетеді дейді. Ойлаңыз, сіз теңіздің асты пәленбай метрде жатыр. Сонда Алла тағала Юнус пайғамбардың истихфарын қабыл етті дейді ғой. Сөйтті де китке айтты дейді. Жағалауға шығарып тастады деп айтты дейді. Бүкіл әлемнің хайуандары, жануарлары бұл Алланың әскері ғой. Қалаған уақытта Аллаға көмекші болып әскер болып бара салады. Кеше құстар мысалға не істеп жүр? Ана тасты ақталап келеді. Дұрыс па? Алланың әскеріне айналып кетті олар. Ана кит неден теңіздің астынан шықты да жағалауға келіп құсып тастады дейді ғой кімді? Юнус пайғамбарды. Юнус пайғамбар бір әлемнен екінші әлемге шыққан кезде неше күн тамақ жемеген, есінен танып қалады дейді. Бірақ жағалауда жатыр. Алла тағала әлі мейірімін тоқтатқан жоқ дейді қажекелер. Кім үшін? Истихфар айтқан адам үшін. Сөйтті де ананың бас жағынан, жатқан жері бар ғой. Осылай жатқан жерінің бас жағынан не өсірді дейді? Асқабақ өсірді дейді ғой. Ана асқабақтың жапырағы анаған көлеңке болып тұр дейді. Жемісі дайын болып жатыр дейді. Анау тұрған кезде жейтін қылып дейді. Алла деді, Құдайдың медицинасын қараңыз деймін да. Баяғыда Юнус пайғамбарға берген тамағы бірнеше күн неден кейін? Аштықтан кейін. Ана асқабақ түседі де бүкіл организмнің несін бәрін орнына қояды екен. Тырс бәрін орнына қояды. Қанды, бауырды, бүйректі, жүректі, қандарды айналдырады. Осындай қызметі бар екен асқабақтың. Субханалла, қандай қызық нәрсе. Ана бірден сорпа кеп бермей, тамақ бермейді екен ғой. Бірден тамақ берсең, реанимациядан шығады екен. Ана асқазан оны дайын емес екен қабылдауға. Сөйтеді жаңадайдан бастайды екен. Сонда айтайын деген қажекелер, Құдайдың құдіретін қарасаңыздаршы, Юнус пайғамбарға асқабақ беріп жатыр ғой. Ана пендесі жеп, тұла бойын реттеп алсын деп жатыр екен ғой. Оны медицина кеше тауып жатыр ғой оны. Бүкіл нәрсені беріп көрді ғой, яғни олар. Сәбізді де берді, ананда берді. Соңында асқабақ мықты результат көрсетті да. Сөйтіп олар асқабаққа тоқтады медицина. Осындай білесіздер ма? Айтып отырмын, көп нәрсе біліп кетесіздер деймін. Әлі бұл басы. Сөйтіп Юнус пайғамбар орнынан тұрды. Еліне қарай кел жатыр ғой. Білді ғой енді қателігін. Еліне қарай кел жатыр. Елінде не болып жатыр десеңіздерші. Ой, ұста дейді ана қызық айтайын. Елінде надай болып жатыр қажекелер. Аяғым тоңып қалып отыр просто. Бұл Юнус пайғамбар елінен шығып кеткеннен кейін қап-қара бұлт келе жатыр екен артында. Бұл қауымы қорқып кетеді. Өйткені қайбір пайғамбар қауымды ұстап шығып кетсе, ол қауымға Алланың азабы түсетін болған. Мыналар қорқады уже, болды. Бізге азап түседі. Кетті ана пайғамбар шығып кетті дейді. Сөйтеді де ауылдың үлкендері бар ғой, бәрің андай мүсәпір киімдеріңді киіңдер дейді ғой жаңағыдай. Ең нашар өздеріңді қор санаған жыртық қандай сондай киімдерін мал, жан, қатын, қалаш полный қырға шығыңдар дейді қалаң сыртына. Неше мың адам? 100 мың адам. 100 мың адам целый қырға шығады. Сөйтеді де анау кім қалай не қылатын еді дейді. Юнус пайғамбар қалай не қылатын еді деп сұрап отыр ғой, білмейді де қалай не қылатын. Сонымен осылай еді примерно деп бәрі сәжде қылайды ғой.
біз Юнустың Раббысына иман келтірдік деп 100 000 адам бір сәтте сәждеге құлайды. Қараңыздар. Сөйтсе ол бұлт вообще басқа өзінің шаруасымен жүрген бұлт екен ғой. Бұларға дым қатысы жоқ. Бірақ жақсы болды да келгені. Сөйтіп елдеріне қайтады. Сол кезде кімде келіп жатады? Юнус та келіп жатады. Келсе Юнусты барлығы деп күтіп алады. Целый халық пайғамбар шығып кеткен кезде иманға келген ғой. Көрдіңіздер ме? Жер бетіндегі жалғыз түйір пайғамбардың қауымы 100% иманға келген. Бұл Юнус пайғамбардың қауымы екен қажы келеді. Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам қауымы 100% келмеген иманға. Меккеде көрдіңіздер ме кеше? Ақыры өлтіреміз деп қуды, битті, Мекке, Мәдина қуып жіберді. Жалғыз түйір пайғамбардың қауымы 100% иманға келген Юнус пайғамбардың қауымы екен қажы келер. Енді осыны айтамыз. Алла тағала дейді, Құранда айтады Алла тағала. Егер де Юнус Раббысын пәктеп, дәріптеп, кешірім сұрамағанда еді дейді. Ештеңе, яғни кешірім сұрамағанда еді, ләләбиса фи батнихи иля яуми юбасун, қиямет күніне дейін киттің ішінде қалып қоятын еді дейді. Дұрыс істеген да Юнус пайғамбар, көрдіңіз бе? Қиямет күніне дейін киттің ішінде қалып қоятын еді дейді. Алла тағала айтады. Егер де оны істемесе, Раббысын пәктеп, дәріптеп, кешірім тілемеген дейді. Дәл осылайша дейді. Қандай да бір момын қайғы қасіретке кірсе дейді, Юнус сияқты киттің ішіне кірген. Бәрімізде бар ғой қажекелер, дұрыс па? Стресс. Не дейді тағы? Депрессия. Как күшті атаулар болсын. Детский травма. Переходной возраст. Сіздер өтіп кеткен шығарсыздар одан? Жалпы ма? Бар екен. Демек, осындай өмірде андай қиын, қайғылы кезеңдер деп айтайықшы. Басыңнан бұлт үйіріліп түспей, бір кетпей қояды ғой бір. Бір қадаласың, 10 қадаласың. Былай көрсең, былай болмайды. Былай көрсең, былай болмайды. В общем, бітшің шығады, былайынша айтқанда қажы келер. Бола ма ондай өмірде? Өте жиі болады. Дәл қазіргі кездері вообще қатты болады маған.